Ассалаумағалейкум. Мына осы жерден де жүреді Жаңаөзенге таксилер. Міне мен көрсетіп тұрған видеодан қалып қойды арт жақта. Маңғышлақтан шығар бет болу керек. Маңғышлақтан шығар кез, шығар жол. Жетібай карьер былай. Қызылтөбеге кетеді былай. Біз оңға қарай алып кете береміз жайлы. Ақтаудың трассасына Жаңаөзенге қаратын жол. Бүгін 4-ші желтоқсанның жұлдызы. Мына жерде Жетібай 73 км, Жаңаөзен 131 км екен, дәл осы жерден. Так, мына жерде бір завод, мына түтіні шығып жатыр. Ол қай завод екен, комментарийға жаза кетіңіздер, білсеңіздер. Осы арада бір 3-4 завод да жақындатып көрсетіп отырмын. Оң жақ бетімізде. Жолда жүріп келатқан кезде. Батыс Қазақстанның уақытымен 14:45. Біздер мына Батыр ауылының тұсына қарай жақындап қалдық. Бұны да жақындатып көрсетіп жатыр. Міне алыста. Қазір жанынан өткен кезде сіздерге қарай көрсетемін Батыр ауылын. Кейіннен үй салуға берілген участок жерлер. Мінекей мен көрсетіп тұрғандай Батыр ауыл жолдың сол жақ беткейінде, Жаңаөзен қаласына шығып баратқан жерде. Жетібай, оң жаққа қарай құрық деген көрсетілген екен да. Табличкаде. Жетібай құрық былай қарай. Құрық былай қарай кетеді екен. Құрық форт деп айта ма? Оны комментарийға жаза кетіңіздер. Құрық форт болу керек осы. Құрметті жүргізушілер, осы Батыр ауыл бітер тұста не тұрады, жаңа фотоаппаратқа түсіреді жылдамдықты. Ол кейіннен мен ойымша, өзім пікірім, енді естетінім, ондай маған айыппұл келген жоқ. Сол айыппұл үйге адреске келетін болу керек. Фотоаппаратқа, камераға түсіреді. Радар болу керек негізі. Фотоаппаратқа түсіреді. Осы жамна Батыр ауыл бітуге жақын қалған кезде фотоаппарат тұрады, түсіреді жолда. Қарақия ойысына келдік, Қарақия ойысына. Теңіз деңгейінен 116 метр деңгей тереңдікте, теңіз деңгейінен. Әлем бойынша географиялық жағынан. Мына видеодан көріп тұрғандарыңыздай өздеріңіз анау биік қыртыр ғой, қазір соның үстіне қарай көтерілеміз бөлмелеп. Мына оң жақтан көтерілеміз, оң жақ шеттен перевалға мінеміз. Қазір көрсетемін, мініп жатқан кезде. Жетібай 40 км қалған алды. Жаңа табличка болды, оны түсіріп өтіп кетті ол табличка. Жолдың оң жақ шетінде тұрды. Мынау қырдың биік жері ғой, мынау биік жерлерді. Бұдан емес, қазір мына жақтан көтерілеміз. Міне аласы шеттен. Міне мен қолым көрсеттім, осы аласы шеттен көтерілеміз. Инженерлердің осы жол салған кезде аласа жерден ыңғайлы, жүргізушілерге ыңғайлы болсын деп солай салған. Мен пікірім ғой еді. Сіздер пікірлеріңізді комментарийға жаза кетерсіздер өздеріңіз. Инженерлер енді ол қалай не дейді? Құрастырушы деп айтады ғой инженер. Инженердің де түрлері бар ғой, техникалық, тағы не, құрылыс. Айта берсең көп. Осы жерден бастап перевалға көтерілеміз. Неге қырға қарай. Қырға қарай көтерілеміз. Біздің сол жағымызда мына бұлақ көзі бар. Источник дейді ғой орысша айтқанда. Перевалға көтеріліп келе жатырық. Ана үлкен жүк көліктері, КАМАЗдар көтеріліп келе жатқан кезде осы мысалы
скоростьта келе жатады да, содан кейін төменгі скоросттарына салып шығады ғой. Ал жеңіл машиналарда байқағаным, мына неге көтеріліп келе жатады ғой. Осындай қырға көтеріліп келе жатқан кезде оборот құлайды көліктің. Сонда ана доғалаққа нагрузка болғаннан кейін, аяққа нагрузка болып доғалаққа. Содан кейін барып доғалаққа нагрузка болғаннан кейін барып түсетін шығар оборот мотордың. Да, осы қырға қарай көтеріліп бара жатқан кезінде. Соны комментарийға жаза кетіңіздер. Көлікті жақсы білетін кісілер болса, неге қырға қарай көтеріліп бара жатқан кезде көліктің обороты құлайды. Обороты түсе береді ғой көліктің. Бірнеше рет байқадым соны мен. Міне жоғары қарай көтеріліп келе жатырмыз. Біреуіне көтерілдік. Қазір екіншісі бар еді алдымызда. Қазақстанның қай жері болса да табиғаты әдемі ғой. Енді мына не деп айтамыз, мына көлік алдымызда Оралдың фурасы екен. Ол да обгон жасап жатыр екен жүк көлігінен. Екінші қырға қарай көтеріп келе жатырмыз. Қарақиядағы. Былай айтқанда қырға көтеріліп болып қалдық почти. Жалпы айтқанда деп қазақша айта берейін да. Осы видеолар түсіріп жүрмін. Кейбіреулер енді комментарийға нашар пікірлерін жазып атады. Кейбіреулер жақсы пікірлерін жазып атады. Жақсы пікір жазып атқандарға Алланың нұры жаусын деп айтамын. Нашар пікір жазғандарға енді оларды мен түзетпеймін ғой, ондай адамдарды. Әркім өзі біледі. Әркімнің ойымен санасуға болмайды. Мен бір жаман зат көрсетіп отқаным жоқ. Қолдан келіп жатса, жақсы пікірлеріңізді жазыңыздар. Бір имам кісілерден, молда кісілерден естігемін. Бірақ мен дін жөнінде, саясат жөнінде әңгіме қозғамаймын. Өйткені бір молдалардан естігенім, молдаң істеген, істеме айтқан тыңда деген бір мақалда естігенмін да, сонда естігенім айтады да, жақсы сөз айт, болмаса үндеме деп. Сол сияқты жақсы сөйлегеніміз абзал деп ойлаймын. Болмаса жақсы пікірлерімізді білдіргеніміз абзал. Құрметті мына Маңғыстау қаласының деп мынау мал шаруашылығының кісілері, мына малдарыңызға осылай бір сақ болсаңыздар жақсы болар еді. Жол үстінде міне көліктермен ұшырасып қалса өте қиын жағдай болады. Біз алыстан байқадық. Түнгі мезгілде ол өте қиын жағдай болады. Қолдан келіп жатса аяғын тұсап қойып, мойнына сигнальный жилет салып, сигнальный жилет сияқты мойнына сигнальный лентаны салып қойсаңыздар, вообще жақсы болады. Түнгі уақытта сақтансаң ғана сақтаймын деп айтады ғой. Сол айтарым жаңа малдарыңызға, мал шаруашылығымен айналысатын кісілер, малдарыңызға бір тұсау салып, бәрінің де қауіпсіздігі үшін сондай қызметтеріңіз атқарсаңыздар жақсы болар еді. Мынандай населенный пунктқа жақындап қалған кезде негізі малдар жақын жүреді жолға қарай. Қолдан келіп жатса, не дейді, населенный пункт деп басталғаннан бастап, жаңа қалаға мен өзім көлік айдап жүрген кезде населенный пункт дегеннен бастап өз не дейді,
жаңағы скорость дейді ғой қазақша айтқанда, қалай жылдамдықты төмен бәсеңдетіп жүрсеңіз тіпті өте тамаша болады да, өйткені алда мал бар, қаланың іші дегендей сондай қауіпсіздік шаралары ғой өзіміз үшін. Бір шопыр көкем айтатын еді ғой, жол үстінде жүрген кезде дейді, қауіпсіздік ережесін сақтап жүр дейді. Неге десем, ол өзің қауіпсіздігін сақтайсың дейді, біреудің де қауіпсіздігін сақтайсың дейді. Сол өзің қауіпсіздік ережесін сақтасаң, біреуге де пайдаң, зияның тигізбе дейді. Біреуге де зияның тигізбей, әйтеуір қалай, мен түсіндіре алмай жатырмын енді. Біреуге зияның тигізбей жүр дегені ғой, енді қауіпсіздік ережесін сақтасаң, біреуге зияныңды тигізбей жүресің дейді. Сол. Мына Жетібайға кіріп келе жатырық. Жетібай кенті. Жетібайдағы көпірге кіріп келе жатырық міне. Алдымызда табличкіде Жаңаөзен 64 км, Кендірлі 150, Түркменстан 462 км екен. Жетібай деген жерден. Жетібайдан шығып бара жатырмыз уже. Міне бір айналып тұрған вентиляторларды. Міне мен қолым ұшында тұр, айналып тұрған вентиляторларды осы кинолардан көретін едік бұрында. Қазір шетелдің, Европаның, Американың нелерден көретін едік. Қазір мен өзімізде де бар. Желдің қуатымен айналып не алады, энергия алады генератор. Жол жиегінде фазендуа дейді ғой. Фазендуа шаруашылық. Мал шаруашылық шығар. Егін шаруашылығына ұқсамайды. Жаңаөзен 29 км. Жолдың үстін байқап келе жатырмын да, ақтаңдақ болып жатыр да. Кеше екінші жұлдызы күні бұршақ жауды ғой, жауын аралас. Сонда тұз сепкен екен да, еріту үшін тұз құм. Сол қызмет жасаған кісілерге мың алғысымызды айтамыз. Манадан ойланып келе жатырмын, жол үстінде деген жолдың үсті әппақ деп, сол айтсам, тұз сепкен екен, тез ерісін деп. Жақсы қылған негізі. Қазавтодор деген жолды қарайтын кісілер шығар. Оларға рахмет, мың алғыс айтамыз. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Жаңаөзен деген табличка. Не дейді жаңағы қыз мұраты кетіп, жол мұраты жету деп айта ма? Қалаға келдік. Жаңаөзен қаласына кірдік. Төменге подписаться басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта шығатын видеоларды бақылап отырасыздар. Сосын алдағы уақытта шығатын қандай видеолар шықсын, соны біліп отыр. Қандай видеолардың шыққанын қалайсыздар, сол жөнінде де комментарий жазып қойыңыздар. Подписаться басуды ұмытпаңыздар міндетті түрде. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.